Мұқағали Мақатаевтың Дінмұхамед Қонаев атамызға жазған хаты. Аса құзырлы Димаш Ахметұлы, қапелімде сізге хат жолдап, өзіңізге тым қажетті асыл уақытыңызды сәлде болса алғаныма алдын ала ғафу өтінемін. Бұны бек түсінемін, бірақ мен басқаша батылдыққа бара алмаған болар едім. Төзімнің де шегі бар емес пе? Оның үстіне бұл шатпақ ұзақ жылдар бойы жанымды жегідей жеп келді. Ашығын айтқанда, сізге мені мазасыздандырған жайлардың бәрін жайып салуға біртүрлі қорқақ соқтап жүрексініп жүрдім. Бұларды бұрын айтпағанымның да өзгеше себеп салдары бар болатын. Сол туралы қымбатты Димаш аға, еш бүкпесіз жүрегіммен қан жылап тұрып айтсам деп едім. Мен 1931 жылы 9 қаңтарда Алматы облысы Нарынқол ауданы Энгельс атындағы ұжымшар Шалкөлде ауылдық кеңесіндегі шаруалар Сүлеймен Мақатаев пен Нағима Мақатаеваның отбасында дүниеге келіппін. Әкем Сүлеймен Мақатаев ұжымшарды тұңғыш ұйымдастырушылардың бірі еді. Соңынан сол шаруашылықты басқарды. Кедейлер зәузатынан шығып коммунистер қатарына кірді. Ұлы Отан соғысында Калинин маңайында 1942 жылы ерлікпен қаза тауып, артына кәрі шешесі, әйелі мен 3 ұлын қалдырып кетті. Онда мен 4-ші сыныпты оқитынмын. Біз майдан шебінде болмасақ та, сол жаралы жылдардың тақсіретін жұртпен бірге тартқанымыз аян. Ұжымшар даласы мен тұрғыластарымның нағыз мектебі болды. Ыңыршағы айналған аттар мен өгіздер жеккен соққа айдап, тұқым сеуіп, масақ теріп шөп шаптық. Содан кейін ғана партаға отырып, біз қалай болса солай оқып, қалай болса солай оқытты. Бұл өткендер мен өткелектер шопаннан бастап, академик, студенттен бастап партияның қарапайым қызметкеріне дейін жылы қабылдаған шығармаларымда көрініс шешім тапты. Кешіріңіз, айтайын дегенім бұл емес еді. Мен өзімнің өзекті өртеген өкінішті салдыр-салақ өмірім туралы, туған әдебиетке қалай келгенім туралы, 12 жыл бойы қазақ кеңес жырына не қосқаным туралы, тіршілігімде әйтеуір шығармашылықта емес, сүйінген және күйінген сәттерім туралы айтқым келеді. Әлқисса. Интернатта 10 жылдықты бітіргеннен кейін отбасының күрделі ауыр тұрмысына байланысты жоғарғы оқу орнында білім алуды жалғай алмадым. Анам қатаң тартып сырқаттана берді. Кіші бауырларым әлі мектеп қабырғасында еді. Әжем жарықтықтың әбден күйі кетіп, шаңырақтың тіреуі жалғыз өзім болып қалдым. Ауылдық кеңестің хатшысы, Қызыл Отаудың меңгерушісі, ұжымшар комторга қызметтерін атқарып бірнеше жыл 7 жылдық мектепте ұстаздық еттім. 18 жасымда үйлендім. Биыл оған 25 жыл толады. Жұбайыммен 4 бала тәрбиелеп отырмын. Тұңғышым университетте оқып, алдағы жылда бітіреді. 1961 жылы мені аудан орталығына шақырып алып, советтік шекара атты аудандық үн жарияның жауапты хатшысы етіп бекітті. Үлкен сенім артып, СОКП қатарына алды. Бұған қанағаттанып, аянбай адал еңбек еттім. Бірте-бірте шығармашылықпен жасырын айналысып, қолжазбамды ешқандай редакцияға жолдамай іштей булығып іңкәр ізденіске түстім. Өзімше орысша үйреніп, әлем және басқа да классика көркем ой қазыналарымен таныстым. 1962 жылы көптен бері ойда жүрген Ленин туралы поэмалар топтамасын аяқтап, оның үзінділерін социалистік Қазақстанға жіберіп едім, артынша жарық көрді. Одан кейін республика басылымдарында өлеңдерім жиі жарияланып, теледидар мен радиодан беріле бастады. Жамбыл, Маяковский, Сейфуллин сияқты ізашарлардан кейін мен көсемге пәнилік пенде ретінде қарап, оның азаматтық бейнесін барынша ашып көрсеткім келді. Олар 1964 жылы Ильич деген атпен жарық көрді. Сол поэмамен мен қазақ әдебиетінің есігін аштым. Сонымен бірге өмірде де, өнерде де менің маңдайымды тауға да тасқа да соққан кезең басталды. 1962 жылы Хрущевтің кезі. Біздің ауданды жойып туған ұжымшарды 2 шақырым жердегі жаңа қонысқа аударды. Бұл колхозшылардың қалтасын қағып көп қиындық келтірді. Өз үйіңді қиратып, жаңадан ірге көтеру оңай ма? Әкемнің маңдай тері сіңген мектепте бұзылды. Ғимарат оның көзінде көрінуші еді. Бұл шынында да солай болатын. Керек десеңіз,
Асыл мұра ретінде одан бір суретте қалған жоқ. Аудан іріленген соң біраз қызметте қысқартылды. Мен тәуекел етіп, жұмыста баспанада болмай тұрып үлкен үмітпен Астанаға көшіп бардым. 4 бала, анам мен зайыбым және кіші інім бар еді. Бір бөлмені 30 сомға жалға алып, социалистік Қазақстанға әдеби қызметкер болып орналастым. Әйелім қазақ тілі мен әдебиетінің маманы бола тұрса да, мектептерде орын болмай шықты. Тіршілікте тұрмыстың түйткілдері көп. Үлкен қызым 6 сыныпта оқып жүріп апатқа ұшырап дүние салды. 1 жыл газетте қызмет істеп демалыс алып ауылға кеттім. 1 мамыр мерекесіне тап келіп, онда 3 күн кідіріп қалдым. Кешіккенім үшін жұмыстан шығарып жіберді. Енді мен үшін ең қиын күндер туды. Социалистік Қазақстандай беделді басылымнан кеткеннен кейін қызметке орналасу оңай емес еді. Алайда үміт үзбей өзіме, шығармашылығыма сендім. Осындай әрі-сәрі жағдайда жүріп, Карл Маркс өмірінің Лондондағы ауыр кезеңіне арнап «Мавр» деген поэма жаздым. Ол 1970 жылы жарыққа шықты. Онымен қатар «Армысыңдар адамдар» атты жинақ дайындап едім. Ол 1966 жылы баспа жүзін көрді. 2 жыл өткен соң ортақ асханасы бар пәтер алып, жағдайым біршама түзеле бастады да, түгелдей бір жолта шығармашылыққа ден қойдым. Қарлығашым, келдің бе? «Мавр», «Дариға жүрек өлеңдер» кітабым оқырмандар қолына тиді. Данте Алигьеридің «Адам әжуасындағы» тамық бөлімін тұтас Шекспир сонеттері мен Американың демократ ақыны Уолт Уитменнің «Шөп шырайын» тәржімаладым. Әрқашан уақыт шақыруына елгезек үн қосып, біздің еңбеккерлердің жасампаздық тұрмыс тіршілігін жырлап, туған халқым, отаным, партия туралы маған қымбатты қастерлі тақырыптарға барлау жасадым. Егер жырларымды есептемегенде, большевиктер, ата жұрттан репортаж, Алатау, Алтай, Арқа, Атырау толғаулары солай туған болатын. Бәріне де рахмет. Әйтеуір, еңбегім еш болып ескерусіз қалған жоқ. КСРО жазушылар одағына мүшелікке өттім. 1973 жылы оқығым келіп, тілек білдіргенімде Қазақстан жазушылар одағы мені Мәскеудегі жоғары әдеби курсқа жіберді. Дегенмен кейбір өз басымдағы жеке кемшіліктеріме байланысты оқуды жалғастыра алмадым. Қымбатты Димаш аға, жоғарыда айтқандарымның бәрі мүлде үсті-түссіз кеткен емес. Нақтылай айтсам, менің ауданым мен ұжымшар жойылып, социалистік Қазақстаннан шығарылып, қызым қайтыс болып, оған қоса бірнеше ет жақын туған туысқандарымның қазасынан кейін күйініп, бәрінен вазкештім. Бұның бәрі 1962-1964 жылдардың арасында Хрущевтің кезеңінде болған еді. Сол тұста мен өмірімде түзелмейтін қате жібердім. Әрине, оны мойындау оңай емес. Қасақанама жоқ па білмеймін, өзіңіз төреші болыңыз. Дер кезінде уақытылы жарна төлемей, сокпа қатарынан өзімнен өзім шығып қалдым. Билетті Совет аудандық партия комитеті тартып алды. Сырғабекова хатшы болатын. Ол тап болған жағдайда шығуға жол таба алмай тығырыққа тірелдім. Қалай дегенде де өз кінәмнен тазару үшін шығармашылықта шарқ ұрып ойландым, толғандым, іздендім. Әлгі атаған жұмыстарымның барлығы сол сілкіністерден соңғы жеміс. Бар жан тәніммен, ел жұртымен бірге екенімді танытқым келді. Біздің қоғамда адам өзін таң шығындай таза сақтау қандай ғанибет. Өкінішке қарай қаншама тер төгіп еңбектенсем де, бұдан 10 жыл бұрын жіберген қателік еш тыным бермейді маған. Кейде туған әдебиетте қарақан басының қамын күйттейтін көлденең көк атты көріндім. Сондықтан қателігім ешқандай жөнделместей сезініп, ұнжырғам түсіп, көлеңкеде қалуға тырыстым. Әлдекімдер мені де көлеңкеде ұстауға әрекет етті. Не істеген ләзім? Бәріне де Дариға ақын жүрек кінәлі. Әйтсе де барымды салып еңбектендім. Бәрібір жеңіл емес еді. Қол қаламнан қалт еткенде жағалаған жағымпаз достармен, дәлдүріш ақындармен іше бастадым. Олардың ырқына қалай түскемді байқамай қалғандаймын. Әлсін менің серлік өмірім басталды. Өзім ұяттан өртене тұрсам да, құрдастарымның сәл қуаныштарына сілтейтін болдым. Ішкенімді жасырмаймын, бірақ үйіме де басқалардың күйіне де зиян келтірген жоқпын. Ал рухани жағын қайдам?
Бәлкім менің қамымды жегендер болған шығар. Өз-өзімді иттің етінен жек көре тұрып әлденеге қорынатын болдым. Осындай сәттерде өз ойларыммен оңашада қалып поэзия піріне сиынатын едім. Айлап жазу столының жанында тапжылмай отырдым. Тек жыр ғана менің жаныма дауа болып дертімді емдеді. Ол маған адал, таза қызмет етті. Менде оған қарыздар болып қалғаным жоқ. Еш уақытта ішкіш болған емеспін, болмаймын да. Ал салынып ішкен кісі ешқашан отбасын асырап, бала тәрбиелеп ақылға қонымды әлдеқандай әрекет етпейді. Әдетте адамның күнестен көрі көлеңке жақтары көзге көп түседі. Нәжістің аты нәжіс қой. Ол адамға, әсіресе мен сияқтыларға бір жұқса, жуық арада одан тазару оңайлыққа соқпайды. Өз іс әрекеттерімде адамдарға ұдайы таупиқсыз қарап, әсіресе ішіп алғанда имансыздыққа бойырып, көп қателікке бойырыппын. Ешкімді күштен аламай, дөрекілік танытпай, бетің бар, жүзің бар демей, қарақылды қақ жарғандай туралығын айтыппын. Ақырында осы жылға қаңтарда Қазақстан Жазушылар Одағының секретариаты мені КСРО Жазушылар Одағы мүшелігінен шығарып тынды. Өзіме де сол керек шығар. Ол үшін ешкімді де кінәламаймын. Кезінде мен Жазушылар Одағының аппаратында да, Жұлдыз журналында да қызмет еттім. Бірақ бәрібір өзімді әрқашан басы артық сезіндім. Ол әріптестерімнің маған деген салқын қарым-қатынасынан сезіліп тұратын. Менің атыма жамалған жаманат ұдайы қаныма сіңгендей. Құрметті Димаш аға, қазір мен бәрінен де түңілдім. Жолдас достардан да, әмпей ымыраластардан да, жаман әдеттерден де. Үйде омалып, жаза беремін. Бұлардың не әкелерін кім біледі? Сырым саған отаным атты жаңа кітаптың қолжазбасын дайындадым. Егер жазушы баспасы немесе Қазақстан Жазушылар Одағы 1975 жылға жоспарға енгізбей сызып тастаса, тағдырым қалай болады? 2 жыл болды, еш жерде жұмыс істемеймін. Отбасым үлкен, күйеуана анам, 4 балам бар. Әйелім жарты жалақымен мектепте ұстаздық етіп жүр. Таяу арада менің Аққулар ұйықтағанда атты жаңа жинағым жарық көрді. Чилидің ұлы ақыны Пабло Нерудаға арнаған поэмам жарияланды. Сөйтсе де мен ертеңнен күдерімді үзбей жазуды жалғастырып жатырмын. Жақында ғана халқыма хат деген өлеңімді тәмамдадым. Ардақты Димаш аға, мен 42 жасқа толып, жан тыныштығын басқа тараптан іздегенімді түсіндім. Өзіме өзім келіп, кінәмді жуып шайып, өз ақымақтығымнан жоғалтқанымды қалпына келтіруге көмектесіңіз. Ажал алдында тұрғандаймын, құтқара көріңіз. Сіз қалай шешсеңіз, солай болады. Ізгі ілтипатпен Мұқағали Мақатаев, 1974 жыл 17 наурыз. Хат орысшадан қазақшаға аударылған. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.